Мен Байызбек Жанысбек деген ақсақалы болам, саяпкерлерден. Өзім болса Ақжар айылынан келдім, Аманбай Айтмат районынан. Құры келбей, бір тай, бір қонан алы келгенбіз. Бүгін сынап көрелді деп. Бүгінгі өз чоң той. Бұл таласта мұн оғдай болдыр қырғыз қазақтың чауылысы бол елек болчу. Мұны ұйыштырған балдар айрықша жаңы президентіміз, федерацияның президенті, ислам достық дағышылардың ұйыштырғаны. Бұл өз чоң жетішкендік тауданның сонында. Мұна қарабайсың ғой, бізден таластың ипподромыдағы аудан жақсы құрылған, бір көшпендердің қайзөріне açılışында құрылған әлі, анан бері қарауыз қалғандай болды, жақындан бері қонақкелерде ешіктің алдын шұбырғыда болды екен, мына жақсына қайғылы қойып тұр. Келген кісінің дағы маңайын көтердіған, ауадан жақсы болды тұр да. Мына бүгін майрандық маңайда келіп отырамыз. Енді бұл жерде қатысқанның өзі соң нәрсе. Ат шыға, шықпай алын қызықшылығы жоқ, бірақ тілегі шығып кетішті келеді осы. Осы жерге келген кісінің барлығы атын шықса екен де жақсылық төледі. Аны еме Алланың бұйрығы қандай олардағы. Аны еме аман есен, ішіндегі бала аман болсын, шағып жатқан аттағы аман болсын, тыныштық менен тарасын. Анан кейін мына ұйыштырған балдарға чоң рахмат, іштеріне игілік қалайым айланайын. Мына ұшындай бат-бат әлі чоң той болып, біз соған ақсақалдарды қуанып тұрса болды.